оқып, еңбек жазып, лекция оқып, 3 қалада болдым. 7 жыл Шымкент, Қызылордада ассистент, 19 жыл Шымкентте аға мұғалім, доцент, кафедра меңгерушісі психологияны құрып, одан міне биыл дәл 40 жыл Алматыда 40 жылы қазірде тұңғыш рет психология кафедрасы құрылып, кандидат кезіп, 4 адам бередік, кафедрасы үлкені еңбектерімнің тағы басқалар бізге маған берді. 7 жыл ма, 8 жыл ма болып, әлде де істеп жүрмін. 7-сіне бір келіп, 82 еңбегім бар. Психологиядан жазылған 82 еңбек жазылған, 2 кітаптар. Міне соның куәлігі. Міне қараңдар. Ой, жігіттер бәрі документальный, міне. 1962 жылы психология дейді. Аға, орысша айта аласыз ба? Орыстардың аттары міне 82 жылда 97 қазір 10 том таңдамалы шығармаларымды шығарып жатырмын. 7 том шықты міне. 10 том. 10 том қазақ психология ғылымы деген. Менің кітаптарым осылай болып келеді. 727 бет, не бір кітап қалғандары 320 беттен. Осылай психология келіп жағдай осылай.